Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздер бүгін көшеге шықтық та, алдында микрофонымыз жасамай қалды. Микрофон алып алдық деп қояйын. Тағы да ма? Тағы да басқа микрофон, новый микрофон. Енді дауыс анық естіліп тұрған шығар. Сіздер айтып жіберсеңіздер дауыс қалай естіліп тұрған. Енді қайда шықтық, Люке? Біздер қазір енді ойда жоқта театр есімізге түсіп кетті. Кішкене қолымыз босады ғой деп, бір қазақша спектакль бар екен, барып көреміз қазір Мүсірепов атында театрда. Қандай не тұр бұл? Енелер мен келіндер деп тұр. Бірақ орындар шектеулі сияқты, балконда орындар көрсетіп тұр. Соған барып көреміз, бұйырса кіреміз. Жақсы орындар көрінбей тұр ма? Жақсы орындарда орын көрінбей тұр. Бірақ онлайн алған жоқпын, барып қарармыз. Может, кассадегі апалар жақсы орын тауып берер деп үміттеніп жатырмын ғой. Бұл Алматы қаласы айтпаппыз ғой. Иә. Білетін шығар уже бәрі. Көше мінекей, күн ыссы, бірақ күн ыссы болғанда да. Қазір қайтты ғой. Күн ыссы болғанда да бұл жақта қатты ыссы болмайды. Бір-екі сағат кішкене ысиды да қайтадан мінекей қазір қоңыр салқын басталып келе жатыр. Жақсы болды да? Солай да, постоянно солай ғой. Иә. Кәдімгідей. Негізі Алматының ауа райы жақсы ғой. Қыста жылы. Көп мақтай бермеш. Өткен топырақ қорап кетті ме? Көп мақтасаң андай жаман болып кетеді. Топырақ қорап кетті өткенде де? Иә, мақтап топырақ болып кетті. Өзің қаттысы өзімізге келіп кетті ғой. Күн ысымыз ғой негізі, бір-екі сағат ысиды да. Күшті болып тұрады. Соны көтере алмай жатырмық қой, ана күштіға үйреніп қалған. Осы Алматының ауа райы. Мынау қай жер қазір? Не это? Абай жақ сәттен. Құрманғазы көшесі сияқты ма? Иә, очень орталық қой. Мына жер Сәтпаев екен. Бізде кілең иномарка деп қойыншы. Өзбекстанда кілең не ғой жаңағы? Шөбелет. Жоғын жамандап жатқан жоқ, просто айтып жатыр. Өзбекстан жақсы қала, Ташкент. Достарыңа көрсетіп жатырсың ба? Иә, мына жер көрермендерге көрсетіп жатқаным ғой. Иә, Алматының қаласы. Осылай көшеде сигнал берулер, енді бағытып сигнал берулер дұрыс емес деп ойлаймын. Күлеген бірдеме айтқың келіп кетті ме? Жоқ, біздер жаяу жүріп кеттік, остановкаға қарай баттық. Мынау камераның бар, бері қаратқанда несі бұлдырап тұр. Ауыстыру керек. Телефонды ма? Камерасына бетін ауыстыру керек сияқты. Былай қаратқанда жақсы көрсетеді. Не ғой? Не көрсетесің? Іште мынау нелер қанша екен? Банан сатып тұр, вишне сатып тұр. Банандар қанша? Банандар ма, брат? 50 теңгеден үшті. Мен арзан ғой. 50 теңгеден үшті. Апасың, мынаны ше вишнелер. 2000 келесі де, өздеріңіз егіп атсаңыз, шабақтан шығып отыр ма? Үлкен. Банан жейсіңдер менде? Қазір. Ұстау жүру керек те, ол не жоқ. Театрға батыр еді, былай қарай. Кетқанда алып кетейік, кетқанда да? Кетқан бұл жерге жүресің бе? Білмеймін. Аға, блогер сен. Иә. Блогерміз ғой. Осы жермен постоянно отырасыз? Кішігірім блогер. Мына кісі. Біз кеше неден? Сәлемнен 100 теңгеден алдық қой. Бір штугын. 100 теңгеден, иә. Аларыз 50 теңгеден. Базар сол. Не ол? Карликі ол. Деп қойыншы. Сондай еместі кішкентелі. Жақсы екен, жақсы саудамыз болсын. Соғыт салармыз. Алып кететін просто қолға ұстау жүру керек те. Не, арзан екен де? Арзан да. Болды енді ана, неге барғасын? Түсіреміз. Не таты? Театрға барғасын. Театрда түсірсе ма? Жоқ, түсірмеу мүмкін, енді басына кіріп батқан сөйт түсіріп жібересің ғой. Қалай болып жатқан? Ал жақсы. Шегім неміз. Біздер неге келдік? Театрға, бірақ что-то алдында адам жоқ. Жасай ма, жасамай ма, білмеймін. Қазір көреміз барып, жасайтын болса. Алдында адам толып тұратын еді, негізі. Жоқ, олар пост жүрген ба, әлі күтіп жүр ма, әлі уақыт, жарты сағаттай уақыт бар. Анжа ыссы жер ғой, күннің көзі көлеңкеде отқан шығармын. Может, бар шығар, жасап көріп отқан шығар, қарайық бар енді. А біз интернеттен қарағанда жауабыз деп тұр да, через 50 минут жауылады деп. Иә. Сіздер барғанша жауып болады деп ескертіп тұр. Мүсірепов театры осы. Сосын Әуезов театры бар бұл жерде, ол басқа жерде. Жаңа айтып кететін, жазда келсеңдер театрлар деген андай уақытты жазда жасамайды да? Жазда демалыс болады екен де. Кісілер кіріп қазір Әуезов демалыс, Мүсірепов жасап жатқан сияқты. Екеуі кезек демалатын болып тұр онда. Солай сияқты онда. Ашық. Ашық па, адамдар кіріп кетті ма? Мына жерге күн қайтып шақырып кетті. Не алды Гүлзар дейсің. Мына жерде Ғабит Мүсірепов атамыздың ескерткіші. Мына жерде су бұрқақ деп қойын ба? Детский деген бар ма? Бәрі бір деймін. Хорошо.
Детскийде үлкендерге де 600 да? Бір билет Жақсы ғой, арзан ғой ол. Бұрын 500 болды ма? Бұрын 600 Жоқ, бұрыннан 600 ғой. Бұрын 600 ба? Не екен, тек қана балконнан қалған екен. Касса жауып қояды екен тек, да? Ең соңғысы. Оплата карточкамен беріп алшы. Касса 7-де жабады ма? Онда? 6-жарымда жабады. Білмеймін. 6-жарым. Касса 7-де жабады. 7-ге дейін келіп билет алып алыңыздар деген. Бірақ 6-жарымда осылай. 6-жарымнан кейін бітті ғой уже. Солай екен. Сенс. Сіз спектакльдер күнде бола ма осы? Күнде болады. Енелер мен келін. Бұл жерде не жауап пише жоқ екен. Енелер мен келіндер. Да? Енелер мен келіндер деген мінекей. Комедия дейді. Үш билет. Бұл жерден кіргізеді, билет тексеріп кіргізеді. Аха, рахмет. Кассадан билет алып, бұл жерден тексеріп кіргізеді. Балкон. Лестницамен жоғары. Балконға ар жақтан кіретін шығармыз. Әлі ерте ма, уақыт бар ма? Білмеймін. Сағат жоқ. Сағат жоқ менде. Уақыт бар, 15 минуттей уақыт бар. 15 минут. Ештен келеміз. Балконға жоғарыдан шығады, иә? Иә, лестницамен жоғары. Балконға қарай келдік. Жерде жусан иісі дегенде спектакль болып жатыр екен. Жалпы болып жатыр, қашан болатынын білмеймін. Афишадан қарау керек. Күнде бар екен. Спектакль күнде. Демалыс күн жоқ па? Қалай демалыс күндері? Жоқ, подряд тұр мына қарағанда. 7 күн бойы болады. Иә. Береміз енді. Мына актерлардың осында ойнайтын актерлардың Танисың ба, үнжуымның ішінде танитындарың бар ма? танитындар жоқ па не? Мен алдында айтты осы кинодағылар неге келіп жатыр дедім, театрға келіп жатыр дедім, әлде театрдағылар киноға кетіп жатыр? Театрдағылар киноға кіріп жатқан сияқты. Бұрынғы театрдың адамдары. Или керісінше ме? Кинодағылар театрға келіп жатыр ма? Ондай келіп наоборот. Сөйлеген сияқты да? Түсінбей қалдым өзім. Мына ішіндегілер. Иә. Гүлбахрам дейді. Қайсысы? Нелермен Мына өтіп кетті жердегілер. андай. Инстаграм аккаунттарын бәрін белгілеп кетті. Мына жерде мен танитындар жоқ. Мыналар Кімшілер танитын шығарсың. Иә. Анау бір кинода ойнады. Жамал деген дейді. Мына кинода ойнайтын нелер актрисалар. Ана Лида Каденова баяғы тамашада ойнаған. Қайсы ол апай? Лида Бұл апай күшті апай ғой. Баяғыдан келе жатқан, тамашада ойнаған, Құдайберген Сұлтанбаевтар. Күшті да баяғы тамаша дегендер. Қазір балдар Мына айтты. апай да таныс апай ғой. Назима дейді. Кинода ойнап жүрген кісілер ме? Иә, түрі көріп жүрмін. Мындағы бар. Мына кісі де ғой, кешегі кинода ғой. Неде? Сендер қарап жүрсіңдер ме киноны? Райхан апа. Бұл да күшті апай. Мыналардың бәрі ойнайтындар, қазіргілер, көріп жүргендер. Қазақша киноларда. Жастар танымаймын мен деп қойайын ба? Лиза Серікова дейді. Серікова Лиза деген. Қазіргі қазақша фильмдер, қазақша сериалдардың бәрінде осылар ойнап жүр ғой. Солай ма? Мына жердегілерді танымаймын. Кім ол? Динара дейді. Бөкеева Динара. Білмеймін ол. Бір кинода ойнайды. Бізде андай не болмай тұр ғой. Көреміз де, көзімізбен көреміз бе? Ат жөндерін сақтамайды. Ат жөнін сақтамайды. Мына кісі Мүсіреп дейтін атамыз. Мына осы кісінің атындағы театр. Осы кісінің атындағы театр ғой. Абит Мүсіреп дейтін аты. Мынау еркін дейді. Актер, оларда бәрі актерлар. Не тұрын сурет? Иә, кинода ойнайды. Қабырғазы. Мына кісіні танитын шығарсың. Қадырбек деген кісі. Бұл да тамашада. Емесін дейді актер. Бұл кісілер бар ма өзі? Бар ғой. Білмеймін екен. Мына кісілер де кинода ойнайтын кісілер. Қайда бір киноларда ойнады мына кісі Стакин деген кісі. Иә, тоғыз. Аттарын білмейміз, киноның да. Қарамайсыңдар телевизор сосын ол. Сол ғой кино, телевизор көп қарамайтынымыздан ғой. Мына жерде не бар? Кім еді аты? Иә. Балқия. Шын аты кім екен? Нұргүл. Балқия ол ойнай ма? Нұргүл Мыңғатова. Күшті ойнайды. Осы. Сағатты қарап жіберейікші, әлі ерте ма? Фото түсірейін ба? Фото түсірейін ба? Сағатты қарап жіберейін. Что-то. Апайлар фото түсіп жатыр. Бүгін деген билет жоқ дейді, тек қана балконда қалған ғой. Иә, жалға қарасаң спектакльге адам келмейді сияқты, бірақ спектакльге билет жоқ, көрермендер көп күшті ма? Адам көп.
Спектакльге келіңіздер, келуге кеңес беремін. Спектакль деген неге десеңіздер, тірі ойнайды, тірі кәдімгідей образға кіріп анау дейді. Кино емес бұл, кинода дайындалып, қайта түсіріп сөйтеді ғой. Спектакльде тірі көз алдарыңызда, бұл жерде қате жібермеу керек. Оның өзі өнер ғой. Сондай өнерге келіп көзбен көргенге не жетсін? Кинода жақсы енді, бірақ кинода дайындалады. Сағат 6-тан кетті, 6:30-да ма? Иә, әлі ерте ғой. Су бар ма жетті қазір, шөлдемештің ме? Алып аламыз ба? Су, мороженое. Мұздай бірдеме алып алайық. Әлі ерте сағат төменнен. Төменде бар ма не? Осының ішінде? Мороженое жоқ, сулар бар. Қараймыз ба? Жүр. Кіргізіп жатыр еще. Кіре берейік па? Ерте қалды. Сен алып келсейші, біз кіре берейік. Бірге барамын. Или сіз орап көрейік мына жерде. Мына жерде магазин жоқ екен. Сыртқа барып келуге алыс па не? Дүкен дәл қасында жоқ, ары қарай асфальттың ары қарай өту керек. Мына су алып аласың ба? Суды ішіп алған болды, алмайды. Мына үшін дүкен салып қойса ғой да? Иә. Су сататын. Жып-жылы екен. Жып-жылы емес. Алған ба? Иә. Рахмет қызым. Театрдың іші сахна, мына біз балконда тұрмыз. Балконға орналасатын неше орның? 3, 4, 5. Үшінші қатардың 3 қатардың 3, 4, 5-і. Мына алдында болмады да? Жоқ, бос емес шығар. Қазір адам келмеді, ауыса қояйық. Келетін шығар. Мына залдың іші толады деймін қазір. Өз жаны. Асыл толып тұр ма? Толып тұрған жоқ, жартылай почти. Қара. Бірақ әлі толған жоқ. Әлі жарты сағаттай уақыт бар әлі. 20 минуттай бар. 20 минуттай бар. Секунд түсіріп алайық. Қайда жасамын? Мен қайда енді күшейіп тұрмын аба. Күшті Қалай болды Күлке? Күшті болды, ұнады маған. Жақсы болды да спектакль. Жүке, жақсы болды ма? Қарсы спектакль деген ол дейтін. Жақсы болды. Көз алдыңда кәдімгідей живой ойнайды. Образға кіреді. Сөздерді ұмытып қалмай, бәрін айту, шеберлікпен ойнап шығу деген. Ол деген үлкен өнер ғой. Өнер ғой кәдімгі. Шынымен де қара, кинода алдын ала дайындалады, оны қаншама кадрлар жасайды. Спектакль ол өнер. Келіңіздер спектакль көріңіздер. Да, Жүке, ұнады ма қызым? Иә. Күшті болды. Келуге болады екен. Вот біз постоянно келіп жүріп атыраудан келген, ауылдан келген қонақтар келгенде кейде спектакльге қарайық. Маған күледі ғой, прикол ұстап. Спектакль не істеген сияқты. Өзім спектакль жақсы көремін. Негізі күн сайын болады. Күн сайын келмегенмен айына 2 рет келіп тұруға болады ғой осы уақыттарда. Біз жері аяқ асты келіп қалдық негізі. Ана жерде адамдарды көрсетейінші айтты, ар жағы дейтін адамдар келіп толып жүр. Көп адам келді, ненің іші дейтін полный болды жаңағы. Театрдың іші, сахна деп тұр ғой. Залдың іші полный болды. Үсті де, балконда, төмені де бәрі. Күшті, керемет. Халық көп келеді спектакльге. Үйде отырғанда спектакльге ешкім бармайды сияқты болып көрінеді, бірақ көп күшті. Халық көп. Ал достар, не айтатын еді? Не болды спектакльде? Мана спектакльде бір отбасына жақсы келін түседі. Сол келін енді барлық қазақтың несін, дәстүрін біліп, тәрбиелеп шығады. Үшін үйретіп, өзінің білгенін бәрін соның арқасында күшті отбасы болып шығады ғой енді. Ол келінді негізінде басқаша деп ойлайды да, келін қаланың қызы, әнші, деп. Бірақ ол келін басқаша болып шығады, қайта керісінше сол келген жерін тәрбиелеп шығады да, қызым, енесін деген сияқты. Сәлем салуды үйретеді. Қайынсіңлісін ат қою, қайнысына деген сияқты. Барлық мен дәстүрдің бәрін нестеп, сол үйге сіңіреді өзінің. Күшті болды негізі. Жақсы болды. Тәрбиелік мәні бар екен. Спектакльдің аты қалай? Енелер мен келін бе? Келіндер көтерілсе деп қойған? Жоқ, ене мен келіндер. Солай ма? Иә, енді көтерілсе емес, бұл басқа. Ене мен келіндер дегенде? Иә. Ал жақсы? Бізге лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Достар, рахмет. Ештеңе шығайды, мынау? Жазып бүгінге бағасын. Түсіруге ұмытып кеттің дейін де Күлке? Түсіруге ұмытып кетті, тамақты әбден жеп қарымызға тамақ бағаннан кейін барып есімізге түсіп жатыр ғой, түсіруге ұмытып кетіппіз ғой. Кепсеге негізі Меганың ішіне кепсеге келіп едік, адам деген көп болды, отыратын орын жоқ болды, шу. Сосын кетіп қалдық та. Басқа жердегі, үй жаққа жақын жердегі Меганың
Кепсиyle келіп бұл жерде тыныш екен жеп алдық. Тыныш рахат. Анша дейді. Шу ағазы. Андай не меганың ішінде үлкен не ғой толып тұрған. Где-то кепси. Кепси жеп алдық, картошка бәрін жеп алдық. Мынандай сок береді, оны ішіп алдық. Бітіріп қосымша мынаны тағы үшеуін алдық. Сонымен Қанша болды? мынаны 8490 теңгеге шығып еді мыналар. Сосын мынаны тағы үшеуін тағы алдық 1200-ге. Сонда нешеге шығып кетті? 9000 бірдемеге шығып кетті деймін де. Сөйтіп бүгінгі осындай болып кетті күніміз. Енді үйге ме? Осыдан кейін үйге барамыз. Осы тойғанмен? Осы тойғанмен. Бізбен бірге болыңыздар деймін ба? Бізге лайк, комментарий ұмытпай кетпеңіздер, видео түсіріп тұрамыз, күшті видеоларды. Лайк басу қиын емес қой да, тек бас формат қойып. Тік те 10 жерге тигізе қояды. Бір кнопка ма? Жақсы болды, рахмет.